Бүгін қазақстандықтар үшін тарихи күн. Малайзия астанасы Куала-Лумпурда бірнеше сағаттан кейін Олимпиада ойындарын өткізетін елдің аты жарияланады. Жаңа ғана Қазақстан бірінші болып халықаралық Олимпиада комиссиясының алдында Алматы қаласының тұсаукесер рәсімін жасады. Еліміздің атынан қала намысын қорғауға 7 делегация мүшесі шықты. Олар қазылар алқасына алдымен қаланың Олимпиадаға дайындығы жайлы бейнебаян ұсынды. Жан-жақты пікір алмасудан кейін комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап берді. Әсем қала Алматы қысқы Олимпиада сияқты жоғары деңгейдегі спорттық шараларды өткізуге дайын екенін дәлелдеді. Ал дәл қазір халықаралық Олимпиада комитеті алдына Қытайдан келген делегация кірді. Олар да Бейжіңнің тұсаукесер рәсімін паш етуде. Комиссия жұмысына келер болсақ, бүгінгі сайлау үдерісіне халықаралық Олимпиада комитетінен 85 адам қатысады. Ереже бойынша олардың ішіне Қазақстан мен Қытай елдерінен келген комиссия мүшелері дауыс беруге кіргізілмейді. Сондай-ақ Ақ Олимпиада астанасын таңдауға комитет президенті Томас Бахтың да құқығы жоқ екенін айта кетейік. Ал 2022 жылы Олимпиада ойындары нақты қай елде өтетінін Астана уақытымен түскі сағат 15:30-да білетін боламыз.